Басымдағы тыртықтың себебі де сол. Вау! Сонда 4 жігітті баспен қададың ба? 4 дәу жігіт. Қалайша? Мен тек қазақша күрес білемін. Мынау қайтарым ақша. Сәттілік серік болсын. Рахмет. Жаным, Ау, қай түсі? нені сұрап отырсың? Қай түсті тұтып берейін деймін. Көк түсті қонжығын ап тұр. Айтсаң болды. Сенемін саған. Аз қалды. Қонжық біздіңкі. Жарайды. Әдетте мен екінші мүмкіндіктен ұтамын. Жолы болмағыш. Бұл қалай? Жолы болмағыш. Қарғыс атқыр. Бұл мүлдем өтірік нәрсе. Ұтуға мүмкіндігім болды. Жоқ, ол мүмкін емес менің ойымша. Себебі қонжықтар тым үлкен. Келісемін сенімен. Ешкімде ештеңе ұтып алмаған шығар. Бізде жеңімпаз бар. Әке, қарашы, мен қонжық ұтып алдым. Бірінші мүмкіндіктен ақ ұтып алдым. Жарайсың қызым. Қаласаң тағы да бағыңды сынап көруіңе болады. Жарайды. Тоқта, не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың дейсің бе? Иә, Саған қонжық ұтып алып бергім келіп тұр. дәл қазір қонжықтың қажеті шамалы. Жоқ, оқасы жоқ. Үйде ондай қонжықтың жүзі бар негізі. Ендігі қонжық 101-шісі болады. Жарайды. Тағы да жеңілдің. 0%. Сәттілік. Жолы болмaz. Жан, қоя салшы. Позор. Кеңсізген осы жолы ұтып алшы. Сәтсіз күн. Жоқ, не істеп жатырсың? Тағы да ұтылдым. Тағы да байқап көр. Жылдың үздік жолы болмағыра. Тағы да байқап көр. Мен жеңілдім. Әрине жеңілдің. Қонжық үшін сонша терледің ғой тек. Ештеңе етпес. Сатып ала салу керек пе әлде? Кінәлімін. Ей, інім, қызыңның алдында ұятқа қалдың. Аға, сіз жолы болмағыр емессіз. Осы жолы ұтып аласыз. Рахмет. Оқасы жоқ. Әнуардың орнында болғанда сен не істер едің? Пікір жаз және лүпіл бас.